Бұл Ербол және Самат, екеуі сыныптас группалас. Бүгін олар жарысатын болады. Олар 550 мың теңгеге кәсіп бастаулары қажет. Ерболға бәсеке бойынша 2 сиыр беріледі. Самат басқа жолмен кәсіп ашу қажет. Тапсырма миллион теңге табысқа тезірек жету. Жете алмаған чорт. Самат интернеттен кәсіп ашу жолдарын іздей бастады. Әртүрлі тренингтер жайлы білді. Осылайша Қытаймен бизнес курсына жолығады. Ол курста Қытай зауыттарынан кез келген тауарды өз бағасымен алуда, тендер, таргетингті үйретеді. Және 2 жыл бойы көмек көрсетеді екен. Ерболда бәрі қиын. Бұрын ол ешқашан мал бағып көрмеген. Ол әлі сүттен құрт айран жасап бастаған жоқ. Ербол үйрене берсін. Самат Қытаймен бизнес курсынан жаңа тауарлар тізімін алып, ішінен балалар аяқ киім таңдап алды. Сұранысты тексеріп алып, алғашқы 30 данасына тапсырыс берді. Ербол болса алғашқы бірінші шелек сүтін алды. Енді ойланып отыр. Құрт жасайын ба, әлде сүт сатайын ба деп. Әлі ол үшін аппараттар қажет. Самат тауарын алды. Рекламадан түскен нөмірлерге звондап, адрес бойынша жіберіп жатыр. Курстың 2 аптасында алғашқы табысын тауып бастады. Ербол әрең дегенде құрт, сүзбе, айран жасап шығарды. Соның өнімін магазиндер алмады. Сондықтан оған базарда сатуға тура келді. Меніңше оның өнімі өтпей жатқан сияқты. Бұл мүлде аз ғой. Ерболға көп жұмыс жасау керек. Тоқта, мұнда Самат 1 миллион теңгеге жетіп қойды. Оған бар болғаны 1,5 ай қажет болды. Самат аяқ киімді 1000 теңгеден алып 4500-ден сатты. Миллионға жету үшін 285 данасын өткізді. Бұл уақытта Ербол 89 мың теңге ғана тапты. Ербол 1 миллионге жету үшін әлі қанша уақыт керек екен? Ал сіз қай бағытты қалар едіңіз? Дұрыс таңдау жасада өзгеруге асық.